2021 жылдың қазан айының 12 жұлдызды күні Шымкент қаласы Абай полиция басқармасы нөмір 13 тірек пункт учаскелік полиция инспекторларымен және де кәмелетке толмағандар жөніндегі учаскелік полиция инспекторымен жол патрульдік полиция полкінің қызметкерлерімен 8 мөлтек ауданында орналасқан көп қабатты үйлердің ауласында ата-аналар мен жасөспірім балдарын үйде жалғыз қалдырмауын түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, осы бойынша іс-шаралар ұйымдастырылды.